Сәлем достар, сабақты жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырып ол финустойчивость, яғни қаржылық тұрақтылық дейді. Қаржылық тұрақтылық. Ол деген не? Бұл негізі ценовое предложение деген тендерлерге қатысы жоқ, тек қана ашық конкурстарға, соларға қатысты. Ашық конкурстың тендерлеріне қатысатын кезде сіз 4000 МРП-ға дейін ғана қатыса аласыз, егер ол товар болса. Қатысайын деп жатқан ашық конкурсыңыз товар болса, 4000 МРП-ға дейін. Ол деген сөз примерно 12 миллион теңге. Соған дейін ғана қатыса аласыз, ал одан жоғарғы товарларға қатысу үшін сіздің қаржылық тұрақтылығыңыз болу керек. Ол деген не деген сөз? Соңғы 3 жылдағы сіздің доходтарыңыз, пайдаларын төлеген налогтарыңыз жоғарғы болу керек. Жоғарғы. Сол жерде оны қалай білеміз, қанша бізге жоғары ма, төмен ме? Егер сіз жаңадан ашылған ИПТО болсаңыз, онда сізде ол 0. Сіз, получается, 12 миллионға дейінгі ашық конкурстың товарларына қатыса аласыз. Түсінікті ғой? А егер сізде бір 5-6 жылдан бері жұмыс істеп жатқан ИП немесе ТО болса, жыл сайын оборот болып отырған болса, оны қалай білеміз, қанша екен? Сол жерде сіздің госзакуп порталында сіздің жеке кабинетіңізде профиль участника ең астында финансовый устойчивость деп тұрады. Соны бассаңыз, сол жерде сіздің 2017, 18, 19 жылғы сіздің кірістеріңіз, төлеген налогтарыңыз барлығы есептелінеді. Сол жерде вы можете подать заявку мынанша миллионға дейін деп тұрады. Вы можете подать заявку мынанша миллионға дейін деп тұрады. Сол жерге қарап сіз біле аласыз. Ал енді ашық конкурстың работасына сіз 20 000 МРП-ға дейін ғана қатыса аласыз. Яғни 20 000 МРП деген сөз ол 60 миллионның шамасында. 60 миллионға дейін сіз жаңадан қатысушы, ИП-іңіз жаңадан ашылған болса, сіз 60 миллионға дейін қатыса бересіз. Финансовый устойчивость ол жерде сұрамайды 60 миллионға дейін. Ал 60 миллионнан асқан жұмыс болса, онда сіздің финансовый устойчивость жоғары болу керек. Мысалы, вы можете подать заявку 100 миллионов теңге десе, яғни сіз 100 миллионға дейінгі финустойчивость, яғни 60 миллионнан асқан 100 миллионға дейінгілерге қатыса бересіз. Түсінікті ме? Бұл деген сөз бір компанияны опыты бар, налогты жақсы төлеп жатқан, обороты өте жақсы деген компанияларға ғана ашық конкурстың тендерлерін, осының суммасы жоғарғы тендерлерді береді деген сөз. Бұл өте жақсы бастама, өте жақсы. Мен бұндай нәрсені қолдаймын негізі. Сол финустойчивость деген осы, ал ценовой предложение финансовый устойчивостьқа, яғни қаржылық тұрақтылыққа қарамайды. Ол жерде қатыса бересіз. Түсінікті ме? Сау болыңыздар.